Екінші бөлім. Мен патшаның шақыртуымен тамашалай келген дос-жарандарының әрекеті мен сөздеріне, кейбірінің өте бөспе, кейбірінің көрсе қызар, көрсе қызғаншақ, бірін-бірі көре алмайтын күншіл екендіктерін байқадым. Енді біреулері жағымпаздықпен жалп етіп айқұлақтанады екен. Бұған қатты кейідім, ал екі іске күлдім. Күлгенім қуанғандығымнан емес, қайта ашынудан болды. Бір қара ағаштың түбінде отырған етекшінің мол байлық асыл қазынаның үстінде отырып алып, көрінгеннің жұлығын жұлқылап, күн көрісін әрең тауып отырғанына күлдім. Өйткені ол астына қойып отырған қобдидай қара тастың ішінде тауықтың жұмыртқасындай гауһар бар. Ол соны білмей астына қойып отырғаны. Оның осы білімсіз надандығынан қапаландым. Енді бір жерде бірнеше адам жай тасты бөленсе қалпына келмес меруерт таспен шағып отыр. Олардың жақсының қадірін білмейтін ақылсыздығына күлдім. Тағы бірнеше адам жаңғақты таспен шақпай тістерімен шағып тұр. Тіс деген адамзаттың қуаты әрі қаруы ғой. Бұл бөлінсе қалпына келмейді. Сондықтан сендер білім үйреніп байлықты табыңдар. Жақсыны қадірлеңдер, надандықтан, мақтаншақтықтан. Көрсе қызар күндестіктен, жағымпаз жалтақойлықтан сақтаныңдар. Әлгі етекшінің астындағы тасты шағып ішіндегі гауһарды алып пайдаланыңдар. Ол патшаның берер сыйлығынан 100 есе пайдалы, депті. Ол тағы да, егер мен кеткен соң су бетіне көбік шықса, тағы да кездесіп тұрармыз. Егер қан шықса, кездеспейтініміз. Онда менің өз ықылымдағыларымның қолынан қаза болғаным. Мен кеттім, қош сау болыңдар, деп суға сүңгіп кетіпті.